Мен қазір жер шарының күнгейінде орналасқан жұмбақ әрі көркем Индонезияның Бали мен Нуса Пенида аралдарында жүрмін. Бұл жаққа сапар шегудегі басты мақсатым осы жердің халқымен, Патикон. олардың салт дәстүрімен, тұрмыс тіршілігімен және сенім нанымымен жақынырақ танысуым. Қазір құрбандыққа шошқамыз шалайын деп жатыр. Соны қазір өз көзімен көреміз. Мен үшін ерекше қызығушылық тудырған жайт, олардың күнделікті өмірінде құдайлармен қатар жын перілерге де табынуы. Неліктен олай? Бұл менің толғандырған терең сұрақтардың бірі. Сіздермен осы сұраққа жауап іздейміз. Жергілікті халықпен тілдесеміз. Аралдың әр бұрышын аралап, сан ғасырлық тарих пен аңызы қанық дүниелерге куә боламыз. Достар, біз Индонезияның Бали аралындамыз. Бұл шығарылымды бастамас бұрын арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қызықты шығарылымдардан қалып қалмаңыздар. Менің саяхаттағы басты серіктесім Aviasales KZ. Aviasales KZ қосымшасында ұнатқан билетке лайк басып, бағаны қадағалай аласыз. Баға өзгерісі жайлы ескертулер автоматты түрде келіп отырады. Қолайлы әрі пайдалы тәсіл. Aviasales KZ арзан ұшақ билеттерін іздеу жүйесі. Индонезия. Әлемдегі ең үлкен аралды мемлекет. Оның құрамына 17 мыңнан астам арал кіреді. Соның ішінде ең белгілері Ява, Сумантра, Калимантан, Сулавеси және әрине туристер жиі баратын Бали аралы. Халқының саны 270 миллионнан асады. Бұл Индонезияны халық саны бойынша әлемдегі 4-ші орынға шығарады. Сонымен қатар бұл ел мұсылман халқы ең көп шоғырланған мемлекет. Сондай-ақ Индонезия әлемдегі ең ірі пальма майы, какао, күріш, кофе және қалампыр өндірушілерінің бірі. Ал туризм десе, бұл елде бәрі бар. Жағажай, орман, таулар, рухани ғибадатханалар және әрине адамдардың ерекше салт дәстүрі мен сенімдері. Бали – Индонезияның ең танымал аралы, әрі жыл сайын миллиондаған туристердің арманына айналған мекен. Бұл аралды жиі құдайлар мекені немесе жұмақ аралы деп атайды. Бали – Индонезияның аз ғана бөлігінде индуизм діні басым болған жалғыз аймақ. Ал елдің қалған бөлігінде ислам таралған. Аралдың халқы өте мейірімді және қонақжай. Қазір біз Балидің Убуд ауданындамыз. Енді осы аудан рухани және мәдениетке бай аудан болып саналады. Және ол Балидің орталығы. Көрейік, қарайық және осы ауданды аралайық. Убуд. Бали аралының рухани астанасы ғана емес, сонымен қатар табиғат пен үндескен ауыл өмірінің символы. Бұл өңір Бали мәдениеті мен өнерінің жүрегі, ал күріш плантациялары оның жан дүниесі десек қателеспейміз. Бали күріш алқаптары субак деп аталатын ежелгі суару жүйесінің арқасында дамыған. Бұл жүйе 9-шы ғасырда енгізілген және әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Артында күріш плантациялары негізінде қазір сезон емес, өйткені күріш жазға таман өседі екен. Қазір адамдар осы күріштерді егіп дайындалып жүр сезонға. Негізі өте әдемі көрініс. Өзіңді бір Pinterest суреттеріндегідей сезінеді екенсің. Өте керемет, өте әдемі. Уақыттарыңыз болса, Индонезия келсеңіз, Балидің осындай күріш плантацияларына келіңіз. Рекомендацион. Бали мәдениетінде Деви Шри деп аталатын күріш құдайы бар. Ол молшылық пен жердің құнарлығының символы. Балиліктер күрішті тек тамақ емес, құдайдың нәсібі деп есептейді. Ал көптеген құдайлар мен жын перілерге табынуы туралы сіздерге кейінірек айтып беремін. Уақыт тығыз болғандықтан мен осы Убуд ауданын кішігірім аралап, сосын маймылдар орманына кіріп шықтым. Маймылдарды бақылаған өте қызықты екен. Енді Бали аралынан 1 сағат жерде орналасқан Нуса Пенида аралына жол тарттым. Нуса Пенида.
Бали аралының жанындағы, бірақ мүлде бөлек әлемде сезілетін ерекше арал. Ол Индонезияның Бали провинциясына тиесілі, бірақ туристер арасында өзінің жабайы табиғатымен, биік жартастарымен, көгілдір суымен және көз тартарлық жағажайларымен танымал. Осы аралда бірінші барып көретін жеріміз Брокен Бич. Брокен Бич Нуса Пенида аралының ең танымал әрі ең ерекше табиғи көріністерінің бірі. Бұл табиғаттың өзі жасаған керемет өнер туындысы. Сынған жағажай деп аударылатын атауы жартастың ортасында алып тесіктен шыққан. Бұл табиғи арка, яғни теңіз толқындарының әсерінен жартас бір бөлігін жеп, дөңгелек лагуна пайда болды. Шынымен де өте әдемі көріністердің бірі. Брокен Бичтан шығып, Инстаграмның жұлдызына айналған жері Келинкинг Бичке жол тартты. Келинкинг Бич Нуса Пенида аралының ең танымал әрі ең таңғажайып жағажайы. Көбі оны Инстаграм жұлдызы деп атайды, ал кейбіреулер үшін өмір бойы ұмытылмайтын уау сәті. Төменде ақшыл құмды жағажай бар. Ол жерге түсу үшін өте тік әрі қауіпті соқпақ жолмен жаяу түсу керек. Жол шамамен 30-45 минут алады, ал көтеріліп шығу одан да қиын. Негізі осы жерді көру үшін кәдімгідей бір кардио жаттығу жасау керек сияқты. Өйткені астыға түсу үшін бұл жерде кәдімгідей баспалдақтар орнатқан екен. Енді күн ыстық болғандықтан ба, судың лебізінен кейін ба, самал желдің кішкене шаршайды екенсің. Кәдімгідей үлкен баспалдақтар. Үлкен дегенде енді ұзақ баспалдақ. Одан бөлек кәдімгідей сергіп кеткем. Мына жер кішкене енді қорқынышты екен. Алайда түбіне түсіп, кристалды суға шомылу көп адамның арманы. Бірақ мен бармадым. Келинкинг Бич бұл жай ғана туристік орын емес. Бұл естен кетпес әсер қалдыратын орын. Егер Нуса Пенидаға баратын болсаңыздар, бұрылып кетпей, міндетті түрде барып көруіңіз керек. Тіпті жағажайға түспесеңіз де, тек жоғарыдан көргеніңіздің өзі бүкіл сапарға татиды. Негізі бұл жаққа келсең, артында өйтіп қарасаңыз, ожидание, реальность шынымен де өте әдемі жер, бірақ та туристер өте көп, сондықтан ерте тұрып келу керек. Бүгін жолдан шаршағаннан кейін шығамай қалдым. Одан бөлек өзімен бірге орамал тасып жүрмін, өйткені күн өте ыстық, прям судай ағып жатыр. Бірақ енді керемет жер екен, әдемі. Ертеңгі күнге дайындалып, аралдың өмірімен танысайық. Таңғы сағат 6. Арал енді оянып жатыр. Маған бүгін аралдағы өмірді таныстыратын Уаян деген досым. Уаянның айтуынша бүгін Пурнама мерекесі екен. Пурнама мерекесі әр айда өтетін қасиетті діни мерекелердің бірі. Пурнама сөзі сан-кристиан аударғанда толған ай дегенді білдіреді. Бұл күн балилық индустар үшін рухани тазару мен құлшылыққа арналған ерекше сәт. Мен осы мерекеге қатысатынды біліп, іштей қатты қуандым. Ауылдарға кірмей тұрып, мені Даймонд Бичке алып келді. Достар, мен қазір Даймонд Бичке келдім. Енді бұл көріністі сөзбен жеткізу қиын. Өте әдемі.
Және бір кереметі таңертеңгісі туристер жоқ екен. Бүгін таңғы сағат 5:30-да тұрып, жиналып, мен осы жаққа келдім. Шынымен де, қараңыздаршы, қандай керемет. Пхукеттен қарағанда, енді бұл жердің табиғаты шынымен де керемет. Таңым осылай басталғанына ризамын. Өте әдемі жер екен. Бәріне сәлем, атқан таңдарың қайырлы болсын. Бүгін біз Пежукутан ауылындағы, нақтырақ айтсақ, Пура Пусех ғибадатханасына келдік. Дәл бүгін балилік индуизм дінін ұстанушылар үшін ерекше күн. Яғни бүгін Пурнама Кедаса Мирама. Бұл күні әр адам өздерінің ғибадатханаларында құлшылық етеді. Алдымен әркім өз үйінің жанындағы Пурада дұға жасайды. Содан кейін бүкіл ауыл болып дәстүр бойынша үлкен ғибадатханаға жиналып, сол жерде бірге құлшылық жасайды. Ал Пурнама мерекесі деген не? Әр айда айдың толған кезі ерекше маңызға ие. Бұл күні ғибадатханаларда мерекелік дұғалар оқылады. Мені таң қалдырған нәрсе ол әр үйде өзінің дұға оқитын ғибадатханалары бар екен. Отбасылар мен қауымдастықтар түрлі рәсімдер ұйымдастырады. Адамдар арнайы киім киіп храмдарға барады. Ерлер ақ көйлек пен саронг, әйелдер шебелі әсем киім киеді. Құрбандықтар мен тағамдар дайындалады және рухтарға ұсынылады. Мерекенің рухани мәні. Пурнама бұл құдайлар мен ата-бабалар рухы жерге түседі деп сенетін күн. Сондықтан адамдар тәні мен жанын тазартып, жаңа ниетпен өмірін қайта бастағысы келеді. Бұл күн тек діни емес, сонымен қатар отбасылық бірігу мен мейірім, қайырымдылық көрсету уақыты. Қайырлы таң. Біз Пежукутан атты дәстүрлі ауылдың тұрғындарымыз. Мұнда шамамен 120 отбасы тұрады. Ауылымыз Нуса аралындағы тау бөктерінде орналасқан. Тұрғындардың көбі дихандар, сонымен қатар мал шаруашылығымен де айналысатындар да бар. Негізінен сиыр өсіреді, ал әйелдер көбіне шошқа, аздап тауық ұстайды. Бұл жерде егін егу үшін біз жаңбырлы маусымды күтеміз, себебі ауылда су көзі жоқ. Сондықтан жылына бір рет қана жаңбырға үміт артамыз. Мұнда бұл маусымды қапат деп атайды. Дәл сол уақытта егіншілікпен айналыса бастаймыз. Ауыл тұрғындарының бір бөлігі құрылыс жұмыстарында, мысалы үй салу, жол тазалау сияқты жұмыстарында еңбек етеді. Соңғы жылдары жастарымыздың көбі круиздік кемелерге жұмысқа кетіп жатыр. 2000 жылдан бері шамамен 50 адам шетелге теңізде жұмыс істеуге аттанған. Ауылда үлкен базар жоқ. Тек шағын дүкендер ғана бар. Күнделікті ас үйге қажетті азық-түлік алу үшін Сампалан базарына баруымыз керек. Бұрын біз бұл жерде таңғы 6-да шығып, қайықпен жүзіп, немесе бәріміз бірге бір көлікке мініп баратынбыз. Қайтар жолда да бірге келетінбіз. Өйткені кейін қайтатын көлік табу қиын болатын. Қазір жағдай жеңілдеді. Сырттан келген саудагерлер көлікпен азық-түлік әкеліп тұрады. Үлкен дүкендер де ашылып, күріш сияқты негізгі заттарды алу оңайырақ болды. Негізгі азықты табу жеңілдеді. Тамақ ішуге мүмкіндік бар. Мұнда күн өте ыстық болып тұрады, сондықтан көкөніс егу қиын. Жазда базардан сатып алуға тырысамыз, бірақ әрдайым табыла бермейді. Кейде барды ғана пісіреміз. Дегенмен бізде әлі де готонг райок, яғни өзара көмек көрсету дәстүрі мықты сақталған. Егер бірдеңе болмай қалса, көршіден сұрап алуға болады. Міне, біздің ауылдың өмірі осындай. Негізі саяхатқа шыққан кезде, әр ұлтты зерттеген кезде мәдениеті, діні, салт дәстүрі қызықты. Соны зерттей отырып, мен осы аралдың бір ауылына келіп, осының қасиетті жеріне келдім.
Бүгін 12 сәуір, бір үлкен индуизмдегі бір мереке деп жатыр. Одан бөлек бұл жерде адамдар осы күнде құрбандық шалады екен. Шошқаны немесе тауықты. Өте қызық. Маған осындай киім берді. Ұлттық киімін астыма осындай кигізіп қойды. Юбка сияқты. Осымен ғана осындай қасиетті жерге кіре аласың деді. Бұл ұлттық киімі. Үйлерінде дұға жасап болғаннан кейін ауыл адамдары үлкен ғибадатханаға жиналуы керек. Міне, ауыл тұрғындарын ғибадатханаға осылай шақырып жатыр. Бүгін Пурнама Кедаса мейрамы. Әр Пурнама Кедасы сайын біз осында дәстүрлі қауымдастықта ауылдың Пура-Пусе ғибадатханасында Пенглуаран деп аталатын рәсімді өткіземіз. Бұл рәсім мейрамның басталуын білдіреді. Осы арқылы алда болатын діни мейрамдарға жол ашылады. Яғни адамдар кейін өз үйлерінде құлшылық рәсімдерін жасай алады. Бұл дәстүр әр Пурнама Кедасы сайын қайталанып отырады. Бүгінгі күннің басты шарасы ауыл тұрғындары түгел қатысатын бірлескен дұға ету рәсімі. Персем Бахангян. Барлық дайындықтар аяқталған соң, Пежукутан ауылындағы Пура-Пусехке жиналған қауым бірігіп, құлшылық жасайды. Міне, рәсім осылай өтеді. Рәсім осылай өтеді. Тұрғындар ақырындап жиналуда. Су шашып жүр. Меніңше, сумен тазарту рәсімі сияқты. Окей. Terima kasih. Бетіме шашып жатыр су. Осы кісіден не істеп жүргенін сұрайық. Ғибадатханаға кіру үшін біз міндетті түрде милукат тиртқа қасиетті сумен тазару рәсімінен өтуіміз қажет. Бұл ғибадатханаға таза күйде кірудің белгісі. Содан кейін бізге биджа ұсыныс ретінде берілген нәрселердің рухани мәнін білдіретін қасиетті күріш дәні беріледі. Бұл биджа арқылы біз Пурада жасаған ұсыныстарымыз үшін рухани береке мен жақсылық аламыз. Ер адамдардың қолдарына қарасаң, пышақтың бір қызық түрін қолданып жүр. Сол туралы сұрайық. Бұл пышақтың түрі галлок. Бұл галлоктарды біз ғибадатханада жұмыс істеу үшін нгаях, яғни ерікті түрде қызмет ету, жасау үшін қолданамыз. Мысалы, шошқа сойғанда немесе ғибадатқа қажет жабдықтарды дайындағанда осыны пайдаланамыз. Ал егер тек құлшылық жасауға келсек, онда галлок алып келмейміз. Қазір құрбандыққа шошқаны шалайын деп жатыр. Соны қазір өз көзімен көреміз. Бүкіл ауыл жиналып, осыны қарамақшы екен. Одан бөлек қазір әтештерді соғыстырайын деп жатыр. Бұл жерде бұл өзінің бір қызықты дәстүр сияқты. Қазір соны көреміз. Now it will be fight. Өте қызықты. Бұл жерде артында соғысқа дайындалып жатыр. Тауықта әтештерді төбелестіруге артында шошқаны сойып жатыр. Құрбанға шалып жатыр. Енді көреміз. Бәрі ақшыларын тігіп,
қазір тауық атештерді төбелестерейін деп жатыр. Бәрі 100-ден тігіп жатыр. 100 мыңнан тігіп жатыр. It's money. It's money. Money. Buy chicken. Buy chicken. Chicken fight. Сөйтіп ар жақтағы кісі ұтты, әтеші өлді, әтешім барып қазір құрбандыққа шалып жатыр. Сонымен енді осылай қызық болып жатыр. Олар риза, шыңғырып жатыр, ақша тігіп жатыр. Бүгін күн енді осылай басталды. Толған айдың нұрмен қатар адамдардың жүрегінен де жылу төгіліп жатқандай. Ауылдың үлкен кішісі бір адамдай жұмылып мерекеге дайындалып жүр. Бір шетте ер адамдар шошқа сойып етін мүшелеп жатыр. Басқалар болса жапырақтан сүмке жасап жуаны турап отыр. Ошақ басында әйелдер қайнап жатқан қазанға қарап тұр. Ауылдың ауасы дәмдеуіш пен ағаш түтіннің иісіне толы. Байқағаным, осы тірліктің бел ортасында жүргендердің көбі жасы 40-тан асқан кісілер. Баяу, бірақ нақты қимыл. Жастар аздау. Менің де басыма күріш қойып берді. Бағана түсіндіріп айтты, енді мен оны түсінген жоқпын. Үйге барып аударамын, не үшін бұлар осылай күрешті маңдайларын жағады екен, одан кейін су шешеді. Бұл енді өзінің бір мәдениеті сияқты. Шошқаның етін дайындап жатыр. Кел, түскі асыңды іш дейді. Мен айтам, жоқ, мен шошқаны жемеймін, кешіріңіздер. Біз қазір жолға шығып кетемін деп айттым. Дайындалып жатыр. Енді бүкіл ауыл келіп бір-біріне көмектесіп, ұйымшыл жұмыс істеп жатыр. Енді ең қызығы осы ғой. Маған енді осы қызық. Бүгінгі менің киім осындай. Terima kasih. Terima kasih. Осы ауылда таңертеңгісі қазір кофе дайындап, кофе ішіңіз деп кофе әкеп берді. Бұл жердің кофелері енді өте дәмді. Дәмді дегенде энергияны көбейтеді. Кеше ғана таңертеңгісі осылардың кофесін ішіп, күні бойы шаршаған жоқпын. Бүгін де шаршамаймын деген үміттемін. Өте кофенің ішіне бұлар қант қосады екен. Бәріне кофе таратып жүр. Бүкіл ауылдағыларға қазір кофе таратады. Бұлар ертесі кофе ішетін сияқты. Қазақтар болса шай ішеді, бұлар кофе ішеді екен. Мереке қызып жатқан ауылдан шығып, Аралмен танысуды жалғастырдым. Бір кезде жолдың шетінде бір қария кісіні көріп қалдым. Не істеп жатыр екен деп үнсіз соңынан ердім. Бір сәтте не істеп жатқанын сұрадым. Менің күнделікті айналысатын ісім сиыр мен шошқаларға жем беру. Сонымен қатар немерелерімді бағып қағамын.
тамақ дайындаймын. Кейін бақшаға барып кетпен шапқылаймын. Сізді не бақытты қылады деген сұрақты да қойдым. Мені бақыт ететін нәрсе баламның мені жақсы көріп, сыйлайтыны. Сондай-ақ қазіргі істеп жүрген жұмысымда маған қуаныш сыйлайды. Неліктен аралдағылар жындарға табынады деген сұраққа жауап берейік. Бали аралында құдайлармен қатар көптеген жын перілерге де табынады. Балидағы жындар адамға зиян тигізу мүмкін үрейлі әрі қаһарлы бейнелер ретінде суреттеледі. Аралдағы ең басты жындардың бірі Рангда деп аталады. Оның бейнесін көптеген ғибадатханалардан көруге болады. Бали аралындағы жындарға табыну бұл шын мәнінде зұлым рухтарға табыну емес. Оларды тыныштандыру және тепе-теңдікті сақтау ұғымына негізделген. Бұл балилік индуизмнің, дәлірек айтсақ, агама хинду дхарма ерекше нұсқасындағы дүниетанымның бір бөлігі. Жындарға табыну емес, олармен келісімде өмір сүру философиясы басым. Балиліктер жындарға құрмет көрсету арқылы оларды тыныштандырып, үйлесімді өмір сүруге тырысады. Құдайлар мен жындар аралдың күнделікті өмірінде маңызды рөл атқарады. Оларға табыну олардың тіршілігінің ажырамас бөлігі. Балиліктер бұл рухани күштер өз өмірлеріне әсер етіп, күнделікті қиындықтарда жәрдем бере алады деп сенеді. Олардың басты қағидасы жақсылықты мадақтау керек, жамандықты тыныштандыру керек. Бали халқы жындарға табынбайды. Олар табиғаттағы барлық күшпен үйлесімде болуға тырысады. Бұл олардың мәдениетінің, рухани өмірінің және күнделікті тіршілігінің бір бөлігі. Жындарға жасалатын құрбандық қорқыныш емес, сыйластықтың белгісі. Басқа ауылдарда да Пурнама мерекесі ерекше ықыласпен аталып өтіп жатыр. Аралдың тыныш соқпақтарымен жүріп отырып, әр ауылдың үйлеріне көз салсам, әрбірінің ауласында кішкентай ғана бірақ ерекше мәнге ие ғибадатхана бар екен. Қызығы, әр қайсысы бір-біріне ұқсамайды. Бұл әр отбасының сенімі мен дәстүрінің көрінісі сияқты. Сол сангах ғибадат орнын жасайтын кісімен сұхбаттастым. Ал саңғақ шағын ғибадат орнына салғанда бір саңғақ үшін процесс 3 айға созылады. Таңертең ерте осындай уақытта әркім өз алдында жеке жұмыс істей береді. Одан кейін оны өңдеу жұмысына оюшы шеберлер кіріседі. Оюмен айналысатын шеберлер әдетте 3-4 адамнан тұрады. Ағаштың түріне келсек, ол жергілікті жати тек ағашы, жергілікті материал қолданылады. Ағаш қолдану бұл бұрыннан келе жатқан әдет, ал бетон қолдану әлі де жаңа нәрсе. Ол бұрын болмаған. Кітаптарда көрсетілген өлшемдердің ішінде бетон жайлы мәліметтер жоқ. Мысалы, егер ғибадат құрылымы падма, биік көптеңгейлі қасиетті құрылым болса, онда ғана бетон қолдануға болады. Ал егер ол жартылай немесе қарапайым құрылым болса, бетон қолданудың қажеті жоқ. Міндетті түрде ағаштан жасалу керек. Шатыры да дәстүрлі түрде лалаң құрғақ шөптен жасалған болуы тиіс. Ал егер мықтырақ әлі ұзаққа шыдасын десеңіз, шатырды қыш плиткамен жабуға болады. Оған да сізді не бақытты қылады деген сұрақты қойдым. Мені бақытты ететін нәрсе күнделікті жасап жүргенім. Жиһаз бұйымдары, шкаф, керует, үстел, орындық, осыларды жиі жасаймын. Және өзіме де ең ұнайтыны да осы. Өйткені бұл жұмыстарды жасау оңай әрі рахат. Кейде күрделі болғанмен, бірақ тез аяқталады және ақшасы да тез келеді. Мысалы, жиһаз жасау 2-3 күнде бітеді.
сосын бірден ақшасын аласың. Қазір 2 есік жасап бердік, соған ақшамызды алдық. Ал падмасана, яғни Балидағы қасиетті діни құрылым жасау әлде қайда күрделі әрі ұзақ процесс. Оны жасау қиын әрі көп уақыт алады. Өйткені ол балилік дәстүрлі діни құрылыс. Осымен біздің шығарылым мәресіне жетті. Сіздерге осы шығарылым қызықты болды деген үміттемін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да Индонезия туралы қызықты шығарылымдар шығады. Келесі көріскенше достар.